Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі зертханалық жұмысымыздың тақырыбы сірке қышқылының өзара араласпайтын екі еткіште таралу коэффициентін анықтау. Қажетті құрал-жабдықтар: натрий гидроксиді ерітіндісі, сірке қышқылы және де толуы қажет. Одан бөлек пипеткалар, колбалар қажет болады. Ең алдымен сірке қышқылының 1 молярлы ерітіндісін сұйылту арқылы 4 стаканға 20 мл-ден концентрациясы 4 түрлі, яғни оқытушының нұсқауы бойынша ерітінді дайындап аламыз. Даярланған 4 түрлі ерітіндіні алдын ала әрқайсысына 10 мл-ден алып, ішінде алдын ала құйылып қойған 10 мл толы болуы бар 4 бөлгіш воронкаға құямыз. Воронканың тығынын мезгіл-мезгіл жауып ашып жауып, қоспаны 15-20 минут шайқап араластырамыз. Одан соң системаны 30-40 минут қабатқа толық бөліну үшін қалдырып қояды. Яғни осы аралықта стакандардағы ерітінділердің концентрацияларының дәл шамасын анықтайды. Және де ерітіндімізді ең алдымен бөліп аламыз. Келесі әрбір ерітіндіден пипеткамен 2 мл алып, 4 колбаға құяды. Және де үстіне 2 тамшыл фенолфталин қосып, концентрациясы дәл анықталған сәтті ерітіндісімен титрлейміз. Ерітінді солғын малина түске боялғанда титрлеуді тоқтатып, бюреткадан титрлеуге неше миллилитр сілті ерітіндісі жұмсалғанын жазып аламыз. Бұл процесті әрбір ерітінді 3 реттен қайталап, жеке-жеке орта мәнін анықтау қажет. Содан соң бөлгіш воронкалардағы қоспаның су қабатын ақырын бөліп алады, және де әрқайсынан пипеткамен 2 мл алып, 1-2 тамшы фенолфталин қосып, сілті ерітіндісімен 3 реттен титрлейді. Яғни әрқайсының жеке-жеке орта мәнін анықтау қажет.